Бұл жігіттің мүлде жолы болмайды. Жүрген жерін қиратып, сындырып, бүлдіріп жүреді. Дәл осындай жолмен болашақ әйелін де кезіктіріп үйленді. Үйленгеннен кейін де жолы болмайтындығы қалмады. Әйелі күнде мейін жеп, баланы қалай асыраймыз, киіндіру керек, тамақтандыру керек, мектепке барады. Сен өзі алға ұмтыласың ба деп қақсайды. Бұл жігіттің есімі Еркін, әйелі Жанар. Еркін киностудияға барып кел, шауып кел қызметіне жұмысқа тұрады. Продакшнның бас директоры Альбина Медетхановна тәкаппар, талапшыл, суыққанды әйел. Еркінге төбеден қарап, киімнің жуылмаған, үтіктелмегенін айтып, жұмысқа сай, лайықты киінуін немесе жұмыстан шығаратынын айтады. Жұмыста жүргенде әйелі хабарласып, тез үйге кел деп шақырады. Атасы етті қалай тұздап дайындау керегін айтып, ет турап отыр екен. Еркін де келді. Атасымен амандасып хал сұрасуда. Кешкі асқа бешбармақ дайын болды. Ас үстінде Еркіннің әкесі де келді. Келініне гүл мен сыйлық ала келіпті. Бір қызығы, әйелінің жүкті екенін әкесіне де атасына да айтпапты. Бірақ екеуі де келіннің жүкті екенін түсінде көріпті. Еркіннің әкесі чемоданды ұстап, біз әйелімізбен күнде ұрсысамыз, оны маған уақытша болса да беріңізші деп сұрайды. Бұл затты немересіне алып келгенін айтып бермей қояды. Атадан балаға мұра болып келе жатқан бұл тақияны саған беремін деп немересі Еркінге береді. Тақияның бір түрлі иісі бар екен, Еркін оны алғысы келмейді. Ұнамаса қайтарасың деп тақияны қалдырады. Ертесіне жұмысқа шығар уақытта тақияны киіп, бір түрлі күйде болады. Әйелінің барлық ойларын естіп, шок болады. Сыртта әйелдердің ішкі ойларын естіп, есімнен ауыстым деп ойлайды. Атасына хабарласып, біздің әулетте психикалық ауру бар ма деп сұрайды. Атасы оған тақияның сырларын айтып береді. Осыдан бастап, жұмысындағы барлық қыздардың, әйелдердің ойларын біліп, жұмысында жолын жүріп бастайды және әйелінің көңілін табады. Альбина Медетхановнаның бар ойы инвесторы Диананың көңілін табу. Кеш ойдағыдай жүріп жатыр. Инвестор болғалы жатқан Диананың ойын біліп, оған ыңғайсыз аяқ киімін шешуге көмектеседі. Және өзінің сценарий жазатынын айтып көзге түсіп қалады. Үйде Жанар жолдасының келгеніне дейін тамақ істеп үлгерейін деп әуре болып жүреді. Бірақ Еркін келіп, баста ресторанға барамыз дейді. Қуанғаннан жолдасын соғып қағып өтіп киімдеріне асығады. Бақыттан бал бұл жанып гардероптағы киімдерін ақтарады. Ресторанда балық жегісі келгенін біліп, балыққа тапсырыс береді. Бірақ Жанардың гармондары ойнап, балыққа жаны ашып, шу шығарады. Іштей өзін кінәлі сезініп, гармондарын басқара алмай қалады. Жұмысында Альбина Медетхановна Еркінге бекстейдж түсіріп, монтаждап маған алып келесін деп тапсырады. Оларды сырттарынан Чина бақылап, Еркінді көре алмай тұрады. Еркіннің досы Жомарттың туған күні 25-ке толып жатыр. Ол ресторанда 3 қызбен отыр екен. Барлық қыздар Еркіннің үстінен қарап, менсінбей отырады. Дегенмен Еркін өз қабілетін пайдаланып, ол қыздардың ішкі ойларын біліп, дастархан үстін жандандырып жібереді. Және олардың чайка екенін біліп, Жомартты да олардан құтқарып алып, шотты өздеріне төлеткізеді. Үйге келгенде әйелі оны ұнмен күтіп алады. Осы уақытқа дейін қайда жүрсің деген сұрағына Жомарттың туған күнінде болдым дейді. Сені осы уақытқа дейін Жомарттың туған күнде жүргенің үшін күтіп отырмын ба деп ренжіп отқанда, ертең поликлиникаға бірге барайық деп жұбатып, жақсы көретінін айтады. Ертесіне әйелімен бірге фитнеске, поликлиникаға және балаға дайындық сынды жерлерге бірге барады. Альбина Медетхан қызы айтқан клип түсіріліп жатыр.
өзінің бекстейдж түсіру керектігін айтып Джинадан көмек сұрайды. Коллегасы оны көре алмай, менің орнымды алып қойып жатыр деп көмектеспей, оны керісінше мазақ қылып төмендетіп кетеді. Актриса Айжанның көңіл күйі болмай тұрады, өзін өте жалғыз сезінеді. Оның ойын біліп, жанына барып, әйелім сізді сүйіп тыңдайды, сүйікті адамдар жалғыз болмайды, көңіліңізді көтеріңіз, қолыңыздан не келетінін көрсетіңіз деп поддержка беріп кетеді. Осыдан кейін актриса өзін жақсы сезініп, еркінге алғысын айтып құшақтайды. Оны көре алмай жүрген коллегасы Джина сырттай түсіріп алып, әлеуметтік желіге салып жібереді. Бұл суретті Жанар көріп, киімдерін жинап кетіп қалады. Оның үйде жоқ екенін біліп, Жанардың үйіне барады. Анасының ойын оқи алмай тұрғанына таң қалады. Жанармен сыртта сөйлесіп отырып, оның да ойын оқи алмай, тақия істемей қалғанына таң қалып, атасына хабарласады. Атасы оған махаббат болмаса ол жұмыс істемейді, әйеліңнің саған деген махаббаты болуы керек дейді. Бәрі кері кетіп барады. Әйелі де кетіп қалды. Жұмысында да түсірген бекстейджін біреу өшіріп тастаған екен. Альбина оны шақырып бекстейджді сұрайды. Бірақ оның жоқ екенін айтқанда ашуланып, оны жұмыстан шығарып жібереді. Дәл осы кезде Альбинаның директоры келіп, еркіннің сценарийі ұнағанын айтады. Альбина оны қуана күтіп алып жатқанда, Диана, инвестиция беремін. Маған сценарий ұнады. Бірақ екі шартым бар. Біріншісі, мен киноға түсу керекпін. Екіншісі, мына жігіт керемет сценарий жазады екен. Ол біздің сценаристіміз болсын дейді. Осыдан кейін еркіннің жолы болып, жұмыста мансабы өседі. Жанарға барып, есік алдында ән шырқайды. Өткен күндердегі бақытты кездерін ойлап, махаббаты ашылады. Тақияның күші қайтадан қалпына келеді. Еркін мен Жанар ұлды болды. Атасы, әкесі және үлкен атасы немересіне таласып отыр. Жанар киімдерінің арасынан ақ орамал тауып алады. Оны басына тағып көреді. Залда отырған барлық еркектің ойын естіп талып қалады. Енді екеуінде де ой оқитын, бірінде тақия, бірінде орамал бар. Олар бақытты болып түндерін өткізеді. Ал егер осындай құралдар, тақия немесе басқа да заттар сізде болса, не істер едіңіз? Ойыңызбен комментарийда бөлісе кетіңіз. Шолу ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз.